Ассалаумағалейкум достар, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін Каспийдағы демпинг жайлы сөйлесіп өтетін боламыз. Жалпы демпинг деген не? Демпинг деген конкуренттер арасындағы баға таласу, бағаны бір-бірінен төмен қою, апарып банкротқа жол оқтыру. Құрметті достар, қараңыздар, көпшіліктің проблемасы қазіргі таңда Каспийда демпинг, яғни сұрақ туындайды. Сол қашанға дейін соңғы нүктесі бар ма демпингнің, немесе өзінде құлатып басқанда тартып кету ма? Енді қараңыздар, жалпы шешімі бар. Қазір сіздерге айтып өтіп кететін болам. Қандай тауарлар демпингға кетіп жатыр, қандай тауарлар демпингде емес. Екі түрлі тауар болады. Оны бір қарапайым магазиндардың мысалында түсіндіріп өтіп кетемін. Мысалға, үш түрлі магазин бар, супермаркет, гипермаркет, үйдегі магазиндар бар. Үйдің төңірегінде. Енді соларда сатылатын SKU-лар бар, тауарлар бар. Күнделікті сатылатын тауарлар бар, 3 күн 4 күннен сатылатын тауарлар бар. Әрқайсының өзінің атауы бар. Мысалға, күнделікті сатылатын тауарлар, күнделікті тұрмыстыққа қажетті тауарлар, олар айтылады KVI деп айтылады. Мысалға, соның категориясы бар. Күнделікті сатылып тұратын тауарлар. Енді қарапайым халық үш магазиннің ортасындағы не нәрсені өлшеп тұрып, мына магазинда арзан, мына магазинда қымбат деп айтады. Мысалға, күнделікті қолданатын тауарлар не? Қарапайым нан, кола, шекер, сол сияқты күнделікті тұрмысымызға қажетті азық-түлік болуы мүмкін. Сол нәрселерді қарап тұрып, мына магазинда арзан екен, мына магазинда қымбат екен дейді. Ал негізінде оның артында тұрған бек баскет деген тауарлар болады. Ол қандай тауарлар? Күнделікті ол қажет емес тауарлар. Бірақ маржинальный тауарлар болып есептелінеді. Ойлайсың, мысалға, мына магазинда мына нәрселер арзан, демек бұл магазинда басқа нәрселер де арзан. Негізінде ондай емес, ол алдыңғы қатарда тұрған тауарлар, жаңағы KVI тауарлар арзан болуы мүмкін, бірақ артыңғы жағында тұрған тауарлар уже магазиннің 50, 40, 60% пайдасын сол тауарлар құрайтын болады. Мысалға, основной тауарлар, бек баскет тауарлар. Адамдар ол тауарларды күнделікті қолданбағандықтан бағасын салыстырып отырмайды. Анаяқта қанша, мынаяқта қанша деп отырмайды. Ала салады. Мынау арзан ба? Демек, мынау да арзан дейді. Оны ала салады. Сондай Каспий магазинда да, мысал үшін, мынандай тауарлар сататын болсаңыз, бұл Тифал, мини-тифал. Бұны көп адам біледі, сол күнделікті қажетті тауарлардың, тұрмыстық қажетті тауарлардың категориясына жатады. Көп адам біледі, осындай тауарлар жақсы өтеді, что мен де сатсам өтіп кетеді деп. Бірақ бұл жерде демпинг болады. Демпинг болады. Ол міндетті түрде демпинг болады, себебі күнделікті өтетін тауарлар. Мына тауарларда да демпинг болады. Что утюгтің категориясына жатады, күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлар. Сауда жақсы болады, бұл жерде де демпинг болады. Енді қараңыздар, мысалға, қандай тауарларда демпинг болмайды? Мыналар күнделікті өтпеуі мүмкін, мысалға, ержебесібеттер, бірақ бұлардың маржинальныйсыны мынадан 10-ны сатсақ, мынадан 1-ні сатсақ, уже мынаның несіні құрап кететті, 13-түк сатқанымызды. Мынаның бір сатылған, аптасында 2-3 рет сатылса, уже бітті. Мынадан да көбірек пайда қалып кетеді. Яғни бұлардың артында тұрған тауарлар болып есептелінеді, мынау бек баскет тауарлар. Мынандай тауарларда мысалға күнделікті өтпеуі мүмкін, аптасына 2-3 рет өтсе, уже қаншалықты пайда болып кетеді. Көп адам мына тауарларға жабысады, мысалға, осы тауарлардан кетіп қалады. Негізінде осы тауарларды сату керек, бірақ сіздің артында бек баскет тауарларда болу керек. Себебі основной пайданы артындағы тауарлар алып келеді. Мына тауарлар арасында кете береді. Мысалға, анадан 4 заказ кеп түсті, мынадан 2-3 заказ кеп тұрды. Күнде андай тауарлардан, жаңа артында тұрған тауарлардан, маржинальный тауарлардан 3-4 штук кетіп тұра береді. Күнделікте, әртүрлі ассортимент болса, аптасына 2 рет өтетін болса, сізде 30-40 түрлі жаңағындай бек баскет тауарлар болса, күнделікті өтіп тұрады ол, маржинальный тауарлар. Мынандай тауарларға бастапқыда көп жабыса берген болмайды. Себебі бұл, мысалға, 500 теңге, 1000 теңге пайда қалса, бұл арасында кетсе болады, бұндай тауарлар, құрметті достар. Мысалға, мынандай тауарлар кейін. Мынандай тауарларда күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлық болғаннан соң, бұлардың арасында максимальный демпинг болады, бұлардың арасында да, құрметті достар. Соның үшін сіздер екі түрлі категориядағы тауарлар таңдаңдар. Ең біріншісінде, басында бәрібір сіздер күшті
бек баскет тауарларға қаратуыңыз керек. Мыналар күнделікті өтетін тауарларды қоссаңыз, мысалға заказ түсіп қалса, ол бәрібір басында минусқа да кетуіңіз мүмкін. Мысалға 3 заказ түссе де апарып келген жолыңызды қаптамауы мүмкін да. Соның үшін басында бек баскет тауарлар қосылады, кейін барып жаңағында KPI күнделікті өтетін тауарлар қосылады. Маржа аз болады, бірақ количествомен пайдаға шығасыз. Құрметті достар, бүгінге осы, келесі видеоларда жалғасы болады. Құрметті достар, сұрақтарыңыз болса міндетті түрде комментарияға сұрақ қойып кетіңіздер, біздер жауап береміз. Құрметті достар, жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.